Қайырлы күн Дарын онлайнның YouTube көрермендері, бүгінгі біздің видеомыз сіздерге арналады. Яғни бұл видеода біз басшының негізгі атқаратын 4 міндетін айтатын боламыз. Олай болса, кеттік. Басшы болғаннан кейін сіз бірінші орында стратегияны құру керексіз, яғни сіз стратег болу керексіз. Сіздің әрбір жасаған затыңыз оның аяғы болу керек, Б нүктесі болу керек, және де сіз 5 жылға, 10 жылға сол идеяңызды ойластыра білу керексіз. Кез келген нәрсені сіз 5 жылға немесе хотя бы 2 жылға ойламасаңыз, ол нәрсе лестницаны дұрыс емес направлениеде қойғандай сізді өзіңіздің соңғы нүктеңізге жеткізбейді. Екінші, мектеп басшыларына, жалпы басшыларға керек нәрсе ол 25% генератор идея болу керек. Яғни 25% ол стратег болса, 25% генератор идея. Генератор идея деген ой таба білу, жаңа ойларды шығару, жаңа ешкімде жоқ ол нәрсені істесеңіз, сіз номер бірінші өзіңіздің командаңыздағы өзіңіздің жасап жатқан ісіңізде болатындай идеяларды таба білу керексіз. Ол 25% генератор идеяны табу үшін генерация идеяны жақсартудың өзінің тәсілдері бар, оны біз келесі видеода айтатын боламыз. Ал жалпы сіз идеяңызды шығармасаңыз, оның стратегиясы да болашақта дұрыс болмайтыны мәлім. Келесі үшіншісі бұл анализ және контроль. Сіз өзіңіз басшы ретінде көптеген ақпараттарды анализ жасау арқылы өзіңізге дұрысын алып отыру керексіз. Күнделікті мысалы біздің өзімізде біз жаңалықтар деген бөлім бар. Әрбір мысалы Россия немесе финанс, education деген біз бөлімдерді, сөздерді Google-ға жазамыз да, новости деген бөлімді қосып, сол жердегі соңғы болған актуальный жаңалықтарды қарап отырамыз. Яғни басшы сіз әрбір нәрсені анализ жасап, соларды өзіңізге алып, болашақта жалпы қазір Қазақстанда, әлемде қандай өзгерістер болып жатыр, солардың барлығына анализ жасап отыру керексіз. Яғни бұл сіз уақытты контроль жасайсыз, былайша айтқан кезде. Келесі ең соңғы басшыға керекті 4-ші міндет ол 25% ол делегированиямен айналысу керек. Сіз тапсырмалардың барлығын өзіңіздің командаңызға дұрыс бөліп беру арқылы, оларды 3-ші бөлімде айтқандай контроль жасау арқылы сіз өзіңіздің бос уақыттарыңызды көбірек пайда жасау керексіз. Яғни сіздің көбірек бос уақыттарыңыз ол идея тауып стратегиямен айналысу керек. Енді осы төртеуін қарайықшы. Стратегия, генератор идея, контроль және делегирование, анализ, контроль. Енді егер де көп адамдар, көп бизнесмендерде стратегия жоқ, қалған үшеуі бар, ол адамдар идея жақсы табады, бірақ оны контроль жасайды, делегированиямен, командасымен барады, бірақ белгілі бір жерге келгеннен кейін банкрот болып қалып жатады. Кейбір адамдарда мықты стратег, ол адам мықты делегирование жасайды, мықты анализ жасай алады, бірақ та ода бір пунктісі егер де төмен болса, ол генератор идея. Ол адамның тоже ұзаққа бармайтыны нақты белгілі. Не себепті? Өйткені әрбір адам жалпы кез келген адамның психологиясында ол 2 айдан кейін оның істеп жатқан ісі қызықсыз болып кетеді. Сол себепті сіз әр ай сайын жаңа идеяларды шығарып отыру керексіз. 2 айда, 3 айда жаңа идеялармен сіз нарыққа өзіңіздің бар екеніңізді басқаша жеткізіп отыру керексіз. Егер де сіз бір ғана өніммен жүре берем деп ойласаңыз, ол өнім белгілі бір уақытта тоқтап қалады. Енді үшіншісі ол мысалы көп адамда анализ, контроль жоқ, қалған үшеуі бар. Соответственно, ол да ұзаққа бармайды. Ең соңғысы делегированияны айтқым келіп отыр. Көп адамдарда стратегия бар, анализ бар, олар идеяны ойлап табады, бірақ та сол тапқан нәрселердің барлығын командасына бөліп бере алмаған кезде өзі барлық жауапкершілікті өзіне алып алады да, соңында діттеген мақсатына жете алмайды. Сол себепті сіз осындай 4 нәрсені өзіңіздің бойыңыздан таба білу керексіз басшы болу үшін, және осы 4 направление бойынша сіз өзіңізді дамыту керексіз. Басшылар, сіздерге осы видео пайдалы болды деп ойлаймын. Осы стратегияны, осы 4 міндетті қарап, өздеріңіздің бизнестарыңызды, өздеріңіздің мектептеріңізді одан ары қарай дамыта беріңіздер. Келесі видеода көріскенше.